Сәлем достар, сіздермен керемет кино. Бүгін сіздерге 7 адамның өмірі үшін өзінің дене мүшелерін берген адам туралы айтып беремін. Видеоны бастамас бұрын қызықты фильмдерден хабардар болу үшін каналға жазылып алыңыздар. Ал енді бұл киноны соңына дейін көріңіздер, себебі таң қаласыздар. Ал кеттік. Фильм басында Тим Томас құтқару қызметіне хабарласып, өзін-өзі өлтіру туралы хабарлайды. Құтқару қызметіндегі адам кім өзін-өзі өлтіреді дейді. Тим оған мен өзімді өлтірейін деп жатырмын деп айтады. Бірақ бұрындары Тимға мұндай нәрсе мүлдем ойына келмейтін. Себебі жағажайдағы үлкен үйде тұрды және Сара деген қызына үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Тек сол түні жол апатынан 7 адам қаза тапқаннан кейін бәрі өзгерді. Ол сол өлген адамдардың газеттегі суреттерін әлі күнге дейін сақтап жүр. Себебі ол сол көліктің рөлінде отырған еді. Кейін ол Эзра Тернерға хабарласып, өзін Бен деп таныстырып, жаман сөздермен балағаттап тұтқаны тастай салады да, ол бірінші рет осылай жасап тұрғанына өзі ұялып ыңғайсызданып қалады. Сөйтіп ол кеңсеге келіп, 2 адамның салық төлемегені жөніндегі істерін қағазға шығарып алады. Сол адамдардың бірі Эмили Позаның үйіне келеді. Сол кезде қыздың көршісі оның жүрегі ауырып ауруханаға алып кетті дейді. Сөйтіп Тим ауруханаға Эмилиді көру үшін барады. Оның жүрегі әлсіз болғандықтан оған донор қажет екен. Келесі күні оған туған інісі хабарласады. Онымен де біраз уақыт сөйлеспеген еді. Інісі хал жағдайын сұрайын деп еді, ол уақытым жоқ деп тұтқаны қоя салады. Сөйтіп ол салық төлемеген Стюарт Тутманға барып, оған өзін Бен Томас деп таныстырады. Стюарттың да салықпен қоса денсаулығы да дұрыс емес, себебі оған сүйек кемігін ауыстыру керек екен. Солай сөйлесіп отырып, Стюарт жаман жігіт емес секілді көрінгенмен олай болып шықпады. Себебі көрші палатадағы кәрі әйел оның жаман қылықтарын айтып қойып, солайша Тим оған салықтарды тезірек төле деп ашуланып кетіп қалады. Кейін ол аурухананың асханасына келіп, кітап оқып отырып, бір көзімен аурулға, бір көзімен Эмилиге қарайды. Сол кезде мұны Эмили байқап, жанына барғанда өзін Бен Томас деп таныстырады да, өзін салық қызметкерімін деп, сіздің мәселеңізді талқылағым келеді дейді. Сосын Тим үйіне келіп, киімдерін жинап, қонақ үйге көшеді, және де ол мұнда улы медузасы бар аквариумды да әкеледі. Күндер өтіп жатыр. Ол арасында мұз айдынына келіп, хоккей тренерінің жұмысын бақылауға келеді. Келесі күні ол жұмысынан бос уақыт тауып Эмилиге келеді. Солайша олар салықтың мәселесін шеше жүріп, итінде жүргізіп қайтты. Олар үйге келген соң, Тим Эмилиден жүрегінің ауруы туралы сұрап болған соң, енді сені салықты төле деп 6 ай бойы мазаңды алмайды дейді. Эмили болса қуанып, рахметін айтады. Кейін үйге қайтар жолда бұрынғы танысы Холлиді кездестіреді. Холли оған 2 баласы бар бір әйелдің жағдайын, яғни оның бірге тұрып жатқан адамы оны үнемі ұратындығын айтады. Бірақ ол әйелдің өзі мұны қорыққаннан ешкімге айта алмайды деп көмек сұрайды. Бұл әйелдің есімі Кони Депес. Міне Тим осы әйелге келіп, оған көмектесемін десе де, ол әйел оны қуып жатыр. Сонда да Тим оған визиткасын қалдырып, кез келген уақытта хабарласыңыз, мен сізге көмектесемін, сенбесеңіз Холлиден сұраңыз деп айтып кетеді. Келесі күні Тим ауруханада хоккей командасының тренерімен кездеседі. Оның да денсаулығы нашар болғандықтан оған көмектескісі келеді. Себебі ол жақсы адам. Одан кейін ол Эзраның артынан аңдиды. Оның көзі дұрыс көрмесе де, ол пианинода жақсы ойнайды екен. Бір күні Эзра официанттың ұлына тегін сабақ бере алатындығын естіген Тим жанына жақындап амандасып, оған сәттілік тілейді. Сол сәтте Эмили үйге кіріп бара жатқан кезде есінен танып құлап, оны ауруханаға алып кетеді. Есін жинаған Эмили Тимге хабарласып болған жағдайды айтып жатқанда, Тим ауруханаға жол тартты. Ол жеткен бойда Эмили шаршап ұйықтап қалыпты. Тим солайша телефонын жанынан алып тастап, таңға дейін оның жанында қалады. Таң атқан соң палатаға дәрігер кіріп, Эмилиге бірнеше аптада донор табылмаса, жүрегіңіз тоқтап қалуы мүмкін деп, донордың табылғанын хабарлайтын пейджерді ұстатады. Сол кезде Тим Эмилиге ол ауруханада жатқан сәтте итіңді қарап беремін деп, итін қонақ үйге алып кетеді.
Сол уақытта оған Кони Депс хабарласып, ол бірге тұрып жатқан ер адамнан қашып кеткендігін айтып, көмегін керек деп айтқан соң, Тим онымен кездесіп, оған өзінің жағажайдағы үйінің кілтін ұстатады. Біраз уақыттан кейін Кони үйге келсе, үстел үстінде үйді оларға қалдыратыны жөніндегі құжаттарды көреді. Тек қол қою ғана қалыпты. Солайша бұл әйел мен балалары баспанаға ие болғанына қатты қуанады. Осыдан кейін Тим Эмилиді ауруханадан үйге әкеле жатқанда, Эмили Тим жайлы білгісі келеді. Бірақ Тим қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бермеген соң, Эмили оған ренжіп қалады. Сол кезде үйіне халін білу үшін әпкесі Камилла келіпті. Олар әпкесі екеуі сөйлесіп отырғанда, Тим кетіп қалған ба десе, ол ауланы жаман шөптерден тазалап жүр екен. Бұл осы ісімен Эмилиден кешірім сұрағысы келді. Кейін Эмили Тимді гаражға апарып, открытка жасайтын ескі станоктарды көрсетеді. Олардың біреуі сынған болатын, бірақ Эмили оны жөндейтін адам таба алмаған еді. Одан кейін олар қыдыруға шығып, табиғат аясына барып, уақыттарын жақсы өткізеді. Осы кезде Эмили оған саяхаттағысы келетіндігін, ең болмағанда жүгірсем ғой деп армандайтындығын айтады. Себебі ол бойындағы аурудың салдарынан үміті жоқ еді. Негізінде Тим технологиялық институтты бітірген, яғни оның қолынан техника жөндеу келеді. Сөйтіп, Тим түнде Эмилидің гаражына келіп, бұзылған станокты жөндеп қояды. Ал таңертең ауруханаға барып, ауру бала үшін сүйек кемігін тапсырып кетеді де, қонақ үйге келіп демалып жатқанда Эмили бірнеше рет хабарласады. Тағы бір хабарласқанда, ол Тимді үйге кешкі асқа шақырады. Ол Тимді сыйлықпен, яғни футболка мен джинсиді сыйлайды. Себебі ол үнемі костюмда жүретін. Олар үйдің ауласында тамақтанып билеп болған соң, Тим Эмилиді гаражға апарып, станокты жөндеп қойдым деп көрсетеді де, машинаға жүгіріп барып тағы бір сыйлықты алайын деп еді, оны туған інісі Бен күтіп тұрады. Сөйтсе ол Беннің төлқұжатын ұрлап, адамдардың жеке деректерін алу үшін қолданған. Яғни бауыры Бен салық қызметінде жұмыс жасайды. Ол ағасының Эмилимен және де басқа адамдармен кездескенін біліп қойған. Сол кезде інісіне кейін әңгімелесеміз, бірақ қазір емес дейді. Ал Бен болса машинада күтемін деп қайтпай қояды. Солайша ол Эмилиге қайтып оралып, оның жанында қалады. Сол кезде Эмили, маған донор табылып жатса не болады дегенде, мен онда саған үйленіп, біздің балаларымыз болады дейді. Сөйтіп Эмили ұйықтағанда, Тим оның жүрегінің қағысының дұрыс еместігін естіп, інісі сыртта көріп қоймас үшін артқы есіктен шығып, ауруханаға Эмилиді емдеуші дәрігерге барады. Дәрігерден донор табылса мүмкіндіктерін сұрап, ол нақты шешім қабылдайды да, өзінің досына хабарласып, болатын жағдайға дайын бол дейді. Содан кейін ол өз номеріне барып, Тернерға хабарласып, оған біраз уақыттан кейін досым хабарласады дейді. Содан кейін өзі құтқару қызметін шақырып, ваннаны мұзға және суға толтырып, улы медузаны жібереді. Сөйтіп медуза тістегеннен Тим өліп кетеді. Кейін Эмилидің пейджеріне донор табылды деп хабарлама келген кезде Тим жанында болмады. Солайша оған Тимнің жүрегін салып, Эмили сауығып кетеді. Біршама уақыттан кейін Тиммен не болғанын оның інісінен естиді. Ол оған сол түні жол апатынан Тимнің кесірінен 7 адам, оның ішінде жақсы көрген қызы да қайтыс болғанын айтады. Сол себепті ол 7 адамға өмір сыйлап, кінәсінен арылмақшы. Яғни Тим өкпесінің бір бөлігін Бенге, бауырының жартысын Холлиге, сүйек кемігін хоккей тренері мен ауру балаға, ал жүрегін Эмилиге бермес бұрын ол олардың жақсы адам екендігіне көз жеткізеді. Бірақ олардың біреуін жақсы көріп қалатындығын кім білген? Мұны естіген Эмили көп жылады. Сөйтіп ваннаға су толтырып, су ішінде жатып жүрек қағысын, яғни Тимнің жүрегінің қағысын естігісі келеді. Себебі Тимнің бір бөлшегі қазір онымен бірге. Кейін Эмили Тим өзінің көзін берген Эзра деген кісіні тауып алады. Ол балалар мерекесінде музыка ойнап отырған болатын. Эмили оның көз жанарына қарап Тимді көргісі келеді. Эзра да бұны түсініп, екеуі бірін-бірін құшақтай алады. Осымен фильм соңына жетті. Осындай қызықты киноларды тамашалағыңыз келсе, каналға тіркеліп алыңыз. Назарларыңызға рахмет.